Баршаңызға сәлем қыздар. Егерде кім арықтағысы келеді, дәл осы салатты жасап көруге кеңес беремін. Өте оңай, құрамы қарапайым ғана заттардан тұрады. 3 қана зат болса болды сізде. Ең алдымен біз осындай пекинский капуста алып аламыз. Жай капустамен дайындасаңыздар да болады, бірақ ол капуста бізде шамалы қаттылау болады. Егерде осындай пекинский капустамен дайындайтын болсаңыздар, капусталарыңыз жұмсақ және салаттың дәмі осы капустаға байланысты өзгеше болатын болады. Егерде сіз арықтағыңыз келіп жүрсе, менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыз. Ол жақта арықтауға арналған көптеген жеңіл салаттардың түрлері бар. Сонымен қатар духовкада піскен, буда піскен тамақтарды көре аласыз. Сол арқылы өзіңіздің артық салмақпен арылып құтылуға сәл де болса көмегі тиіп жатыр. Міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. 2 штук қиярымызды пайдаланамыз. Кез келген өзіңіз қалауыңызға қарай көп жасаймын десеңіздер де болады, немесе дәл осы мен көрсеткен рецептпен жасайтын болсаңыздар, сіздерде осындай үлкен бір тәрелке салат шығатын болады. Одан кейін 4 штук сарымсағымызды аламыз. Осы сарымсағымызды теркадан өткіземіз. Үкіштің ұсақ бөлігінен өткізіп, менде негізінен мына жерде сарымсағымның тістері өте кішкентай, сондықтан 4 штук алдым. Егер сіздердің сарымсақтарыңыздың көлемі үлкен болатын болса, 2 штук қолдансаңыздар болады. Одан кейін суда піскен осындай жұмыртқамызды 2 штук пайдаланамыз. Оны да домалақ етіп тураймыз және үстіне дәміне қарай тұз, бұрыш қоссаңыздар болады, бірақ көп қосудың қажеті жоқ, кішкене ғана қоссаңыздар жеткілікті. Одан кейін сіздің салатыңыздың көлеміне байланысты қаймақ қосамыз. Мен 2,5 қасық, ас қасық қаймақ қостым. Егер сіздердің салаттарыңыздың көлемі көп болса, 3 қасық қоссаңыздар болады. Аз болса 2 қасық қосасыздар. Барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің жаңағы сарымсағымыз біздің салатымызбен араласуы керек. Бір жерде барлығы тұрып қалмас үшін ұзағырақ көбірек араластырыңыздар. Одан кейін дайын болған салатымызды осындай ыдысымызға саламыз. Қалауыңызға қарай осылай үстіне сыр қоссаңыздар да болады, бірақ бұл міндетті емес. Осыны салаттың ішіндегі барлығы біздің арықтауға өте қатты көмегін береді және пайдалы. Бұл салатты тойымды салат деп айтамыз. Кешкі уақытта тамақпен бірге немесе тамақтың орнына осы салатты қолданып жесеңіздер болады. Өйткені құрамында 2 штук жұмыртқа бар, яғни 2 штук жұмыртқамыз біздің еттің орнын алмастыра алады. Сондықтан да жасап көріңіздер. Кім арықтағысы келеді, міндетті түрде осындай жұмыртқа қосылған салаттарды жасап жеуге кеңес етемін. Жасап көріңіздер, ас болсын.